Достар, ассалаумағалейкум. Бүгін біз 20 000 теңгелік наборға мощный, мраморный, сочный стейк дайындайтын боламыз. Мен инстаграмда Қасым Қазақ болып подписаться еткем. Маған тіркеліп қойсаңыздар болады. Сол жерде мен стейк дайындау контентін жүргізген кезде көп адамдар мені сұрайды: брат, сен қалай дайындайсың? Сен стейк хаус ашса, сенің етің дәмі мощный деп. На самом деле ол менің күшті дайындағанымда емес. Ол қазір мен сіздерге қарапайым тілде түсіндіріп берем, не нәрсеге байланысты екеніне. И сіздер дәл сол нәрсені сатып алып, 20 000 теңгеге етті дұрыс алу арқылы сіздер тура сол етті өздеріңізде дайындай аласыздар. Даже сіздер вообще повар ештеңе, жұмыртқадан басқа ештеңе дайындап көрмесеңіздер де, осы етті дайындауды мен сіздерге қазір үйретіп беремін. Қысқаша гайд қой, былайша айтқанда. Чисто от души. Сіздер бұны неге қолдана аласыздар? Ертең бір отбасымен бір табиғатқа шығатын болсаңыздар, біз қазір керемет табиғаттамыз. Дәл осы етті алып дайындайсыздар. Балаларыңызға болашақ бұйырса. Менің әкемнің еті мощный деп айтып жүреді да бұйырса. Мен негізі сол мақсатта үйренген болатын. Немесе бір-екі достарыңыз ертіп аласыздар. Бұл жерде көп дос ертудің қажеті жоқ, өйткені еттің бағасы кішкене қымбат. Бір-екі лучший деген достарыңыз ертіп аласыздар, кетіп барады тауға дейсі, азанда тұрып аласыздар да мощный стейкті дайындап жейтін боласыздар. Видео ұнаса обязательно лайк басыңыздар, ал біз ары қарай жалғастырамыз. Кетіп басаймыз. Ал енді мощный, сочный мраморный стейк дайындау үшін бізге не қажет? Айта өтейін, бұл стейкті сіздер дайындап үйренсеңіздер, ресторанда жейтін андай істелмейтін, ұзақ шайналатын стейктердің бәрі не үшін арзан екенін түсінесіздер, не үшін дәмі онша емес екенін түсінесіздер. Бұйырса осыны дайындап үйреніп алсаңыздаршы. Бізге жалпы 20 000 теңгеге не керек? Мына қараңыздар. Детально көрсетейін. Мына алдымызда полный набор тізіліп тұр. Бұдан артық еш нәрсе керек емес. Негізі бұл жерде главный нәрсе ол бізде ет. Қазір ет туралы тоже айтатын боламын. Главный қазір наборды түсіндіре өтейін. Мына жерде бізде газ плита. Бұны біз Каспийдан, негізі мен заправкадан сатып алғам 10 000 теңгеге. Сіздер Каспийдан 4 000 теңгеге сатып алсаңыздар болады. Мынау просто постоянно қолдануға алғам. И мынандай газ баллончик 500 теңге тұрады, 1000 теңге арасында. Уже 5000 теңге, грубо говоря. И мынандай сковородка, гриль набор. Мен специально для стейка гриль қылып сатып алғам. Векалинанка, жоқ, мечтанка екен. Бұның бағасы Каспийда 8,5 теңге, 8 теңге примерно. Общий екеуі 13 000 теңге болады. Мынау бізде вилка, пышақ набор, тауға арналған. Бұл примерно 2,5-3 000 теңге тұрады Каспийда. Общий где-то мынаның өзі 15 000 теңге болды. Енді мына жерде қараңыздар, мынандай доска бір 500 теңге, 1000 теңге ғана тұрады. Шепчик тоже 500 теңге тұрады. И пышақ, мынау сливочное масло, оливковое масло и тұз бұрыш. Мына жердегі тұз бен бұрыш қараңыздар, обязательно морской соль болу керек и 4 перца. Осы болса өте жақсы. Дәмі өте қатты влиять етеді осы нәрселер. И сухой салфетка. Потом бір кетчуп ала саласыздар, для шашлика или барбекю деген сияқты. Болды. Бұдан артық еш нәрсе керек жоқ. И потом мына стейкті вакуумировать ететін мен андай не алғам. Вакуумированный аппарат бар, сондай. Каспийда тоже 3 000 теңге, 4 000 теңге ғана тұрады. Общий совокупность қосқанда шамамен бір 20 000 теңге ғана кетеді. Вот, бұдан артық еш нәрсе алып керек емес. Болды. Набор бойынша түсінікті. В принципе, осының бәрін былай тізімге қазір мына жерге шығарып қоямын. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл обязательный нәрселер. Бұлсыз стейктің дәмі стейк болмайды, короче. Түсінсіздер ғой. Негізі мына жерде сковородтан үйден де алып шықса болады. Газ 4 000 теңге. Былай қарағанда 10 000 теңгеге де жинауға болады негізі наборды. Просто мен отдельно бүйтіп набор қылып жинап қойғам. Тауға шыққан кезде арқама іліп кетіп қала салатындайша, былайша айтқанда. Именно байқасаңыздар, сковородка мына со съемной ручкой мына жерде міне. Бұл бізде андай сумкаға салуға ыңғайлы болу үшін ғой, түсінсіздер ме? Былай салып қоя саламын. Вот осылай. Енді ең басты мәселе ол бізде ет. Так, ет туралы қазір мен сіздерге арнайы видео кадрлар түсіргем, соны қазір қоятын боламыз. Бұл ет ең маңызды нәрсе. Көп ресторандарда 5 000 теңгелік, 6 000 теңгелік стейктарыңыз не үшін дәмді емес? Не үшін олар қатты? Не үшін тәтті емес? Себебі олар арзан стейкті қолданады, арзан етті қолданады. Мынау ет менде Казбиф деген фирманың еті. Казбиф деген ол өте үлкен алпауыт фирмалардың бірі. Мынау именно Black Angus деген породаның бұқаның еті. Арнайы Америкадан алып келінген. Сондықтан да егер де ет іздейтін болсаңыздар, базардағы арзан стейктің етін, немесе басқа Казбифтан басқа неше түрлі компаниялар бар, аттарын айтпай ақ қойын, мен бәрін почти көріп шыққам. Оларды көрмей ақ қойыңыздар. В итоге по-любому қымбат болса да осы Казбифтің етін алсаңыздар болады. Именно қайсы ет екенін қазір мен сіздерге айтайын. Казбиф бізде магазины Қазақстан бойынша бір-ақ жерде бар. Алматыда Қалдаяқова 51 деген адресте Тугиска Казбиф деп жазсаңыздар шығады.
соны сол жаққа барасыздар да оның замороженный еттер бар, не замороженный еттер бар, именно стейкқа арналып жасалған. Егер де сіздер басқа қалада болсаңыздар, сіздер не істейсіздер? Негізінде Казбифтің вообще негіз магазин болмаған. Олар тек қана оптовый поставкамен айналысады. Мысалға, олар метро, Магнум деген сияқты үлкен-үлкен гипермаркеттерге поставка жасаумен айналысады. Былайша айтқанда, Алматыда бізде метро бар, қателеспесем, Рысқұлова жақта, Сайына жақта метро бар. Сол жаққа барсаңыздар ассортимент жетеді. Болмасам Қалдаяқова 51-де бар. Болмасам Магнумда бар. Бірақ Магнумда ассортимент өте аз. Ол жерде күшті дайындалатын стейктер көбінесе сатпайды. Ең анда қатты жерлер ғана сатылады. Сол себептен етті алған кезде өте қатты мән беріңіздер. Астана қаласында, Көкшетау қаласында, Шымкент қаласында метро деген гипермаркеттер бар. Сол жерден барып еттерді алсаңыздар болады. Енді именно қандай етті аламыз? Мен сіздерге қазір айтамын. Жалпы Казбифтің тек қана 3 етін ғана мен сіздерге кеңес беремін. Өткен қалған еттермен жеп көрдім. Дәмі ондай емес. Бірінші еті ол рибай. Рибай ол ең дәмді еті. Рибай. Екіншісі стрип-лойн. Стрип-лойн деп аталады. Топ-лойн деп аталады кейбір жерлерде. Стрип-лойн деген ет. Үшіншісі пиканьо. Пиканьо деген сиырдың бедро жағында. Рибай мен стрип-лойн деген ол арқа жағы. Сондықтан да осы 3 етті ғана аламыз. Одан артық керек емес. Андай брискет деген сияқты кеуде жақтарында, аяқ жақтарындағы еттерден стейк жасап әуре болмай қойыңыздар. Сіздерде ондай дәм шықпайды, потому что ол өте маңызды нәрсе. Енді рибай, стрип-лойн, пиканьон алатын болсақ, үшеуі 3 түрлі бағалы сегментте. Егер де сіздер арзан, дәмді стейк жегілеріңіз келсе, онда сіздер пиканьон аласыздар. Пиканьо өте арзан. Ол жерде менде екеуі пиканьо, кішкене басқаша көрдім бе? И мынау біреуі, мынау стрип-лойндікі. Рибайдікі менде, к сожалению, қазір жоқ. Қазір мен сіздерге осыны дайындап көрсететін боламын. Қазір қалай прожарка жасау керек, тоже соны туралы айта өтетін боламын. Бастапқы ең басты нәрсе ол етті көріп алыңыздар. Мен сіздерге қазір осы 15-20 минуттың ішіне менің осыншама айлап жинаған опытымды просто бере салайын деп отырмын. Дәл осы инструкцияны алып, кез келген адам қолданып, күшті идеальный стейкті сразу шығара алады негізінде. Түсінсіздер ма? Енді мәселе 3 еттіге пиканьо. Пиканьо егерде арзан қаласаңыздар и дәмді қаласаңыздар, оның 1 килограмм бағасы 11 000 теңге. 1 килограмм 11 000 деген сөз, 1 килограммнан сіздер примерно бір 4-5 стейк шығара аласыздар, мынандай кусок стейк шығара аласыздар. Кусковой стейк. Ол бір стейкіңіз сонда бір 2000 теңгеге түседі ғой, былайша айтқанда 1500-2000 теңгеге. Егер өздеріңіз кесіп дайындайтын болсаңыздар. Ал егер де стрип-лойн дайындайтын болсаңыздар, 10 килограммы уже оның мраморностьіне қарай бөлінеді. Мраморность дегеніміз не? Жалпы етте 3 мраморность болады, именно Казбифта. Ол бірінші Select, Choice и ең күштісі премиальный, ол Prime деп аталады. Ол мраморность неге қарап бөлінеді? Мен сіздерге былай көрсете салайын. Мынаны қараңыздар, ет тұр, иә? Еттің ішіндегі майды көріп тұрсыздар ғой, иә? Осы мраморность деп аталады. Қаншалықты ет майлы болатын болса, онда ол соншалықты сочный и тәтті болады, былайша айтқанда. Мен сіздерге кеңес беретін едім, енді Prime'ді алмай қойыңыздар, өткен ол өте қымбат. Килограмм 35 000, 40 000 теңгеге кетіп қалады да. Сол үшін сіздер Choice немесе Select деген екеуін алсаңыздар болады. Мен мысалға мына стрип-лойнның именно Choice'ны алдым. Ал мына пиканьода ондай неге бөлінбейді мраморностьқа. Өткен бұл особо арзан болғандықтан стейкқа особо қатты жата бермейді. Бірақ бұның дәмі көп стейктерден тәттірек негізінде. Мен сіздерге қазір дайындап көрсетіп болған, потом өздеріңіз дайындап тоже айтатын болыңыздар. Обязательно дайындаған адамдар комментарийға жазыңыздар, қалай видео пайдалы болды ма. Дайындап көрген адамдар болса, тоже комментарий жазып өтіңіздер, қалай болған. Вот міне, қазір біз осыны дайындайтын боламыз. Жалпы түсінікті болды, иә? Мен қазір стрип-лойнның Choice деген мраморностьін алдым и пиканьоны алдым. Вот. Өткен ол баға жағынан өте қолайлы. Егер де ақшаңыз көп, ойбай, мен шашыламын десеңіздер, онда барып рибайдың Prime'ын алсаңыз да болады. Бірақ ол қатты жирный болады, сондықтан да жеу қиын болады. Потом ет таңдаған кезде ең маңызды момент, мынандай майлы ет таңдаңыздар. Майы көп. Көрініп тұр ғой, ет міне мынандай. Егер де андай көп адамдар ет алған кезде енді в основном тек қана етін ғана алуға тырысады. Андай бір майлы жерін алмауға тырысады. Ол негізі дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Потому что бұлардың еттері, бұлардың бұқалары зерновой откормда болғаннан кейін, бидай жем жеп өскеннен кейін шөп жемейді. Тек қана сол бидай жем жеп өскеннен кейін бұлардың майлардың дәмі андай сіздер жеп жүрген құйрық май сияқты болмайды. Бұлардың дәмі ерекше болады. Вот солармен стейктің нағыз дәмін сезесіздер. Вот в принципе осылай. Ал енді біз қазір етті таңдап алдық. Етті таңдап алғаннан кейін мен сіздерге тағы бір кеңес беремін. Егер де сіздер постоянно
аптасына бір рет, екі рет стейк жегілеріңіз келсе, отрубпен сатып алуға. Отруб деген сол бағана Қалдаяқова елу бір немесе метроға баратын болсаңыздар, Магнумда олар жоқ. Онда сіздер сондай отрубпен ала аласыздар. Отруб деген андай кусокпен, үлкен кусокпен. Мен мысалы кусокпен сатып аламын да, соны өзім кесемін пышақпен үйге барып, незамороженный түрін алып. И сөйтіп оны мынандай вакуумация жасаймын. Міне қараңыздар. Мынау вакуум. Осындай вакуумный пакеттер, Каспийдан заказ берем, и вакуумный аппарат бар. Соны заказ бересіздер де, қазір видео қоямын сол жерден. Осы стейктерді мынандай бір саусақтың размерінде алып, бүйтіп қатты қалың болмау керек. Қатты қалың болса, іш жағы піспей қалады. Вот, осыны бір саусақтың көлемінде аласыздар да, примерно 1 сантиметр, 1 сантиметр, 2 миллиметр примерно аласыздар да, тонкий қылып, соны етті кесесіздер. Потом оны осындай вакуумға саласыздар да, вакуумировать етіп, көп қылып дайындап қоясыздар да, и соны морозильникқа салып қоясыздар. Керек кезде каждый штугын алып, кішкене размораживать етіп, оны жайлап, былайша айтқанда дайындай бересіздер. Міне мынау мен бір кусогын ғана алып келдім. Бүгін негізі бізде үйде морозильникка обязательно морозильник тұрады, ішінде обязательно запастар тұрады. Запас біткен кезде бір 2 аптада, 3 аптада бір барып етті отрубпен сатып алып қоямын. Сол кезде сіздердің әр еттеріңіздің бағасы, себестоимости түседі. Түсінсіздер ма? Енді қараңыздар. Значит, сапалы бір ет жеу үшін бір еттің бағасы 2,5-3 теңгеден түседі. Ал ресторандағы еттердің бағасы неге олар тәтті емес? Олардың бағасы 1000 теңге, 1500 теңге сондай түседі бір стейктің бағасы. Олар базардан аласады көбінесе. Бәрі емес әрине. Енді Lion Brew деген мықты ресторандарда бір стейктің бағасы 15 000 теңге сондай болады. Вот солар жесеңіздер, олар дәмді болады, бірақ бағасы слишком қымбат. Ал сіздер 2,5-3 теңгеге тура сол 15 000 теңгелік стейкті дайындай аласыздар. Енді дальше кеттік. Барлығын негізі өте қысқа айтуға тырысып жатырмын. Ұзақ, не үшін ұзақ болып кетті деп айтсаңыздар, ренжімеңіздер. Енді кеттік. Нағыз дайындау. Қалай маринаттаймыз деген сұрақтар қояды. На самом деле маринаттау деген нәрсе жоқ. Еттің өзі насыщенный болады. Кстати, ет туралы тағы бір информация. Бұл еттер негізі бұқаны бағады ғой, бордақылайды ғой. Оны алып, сразу кесіп бере салмайды. Ол оны бауыздағаннан кейін оны алады да, мынаны влажный ферментация немесе сухой ферментацияға алып, 21 күнге специальный кварцқа салып қояды. Одан кейін 21 күн бойы ол, былайша айтқанда, ет жартылай өледі. Одан кейін сіздер оны сковородкаға дайындағанда 4-5 минуттың ішінде уже дайын болады. Түсінсіздер ғой? Агер сіздер обычный етті алып келіп дайындайтын болсаңыздар, ауылдағы біреудің етін алып немесе базардан алсаңыздар, онда олардың еттері 4-5 минутта дайын болмайды. Никак. Олар қатты болады сол үшін. Сол үшін бұл ферментация жасалған етті алу керек обязательно. Оны Казбифтен алсаңыздар болады. Маған Казбиф бұл үшін реклама түсіріп кетті ғой деп ойласаңыздар, бұл үшін ешқандай ақша төлеп жатқан жоқ маған. 10% скидка жасайды, базар жоқ. Чисто от души былайша айтқанда. Бірақ мен басқа фирмаларды да көрдім. Егер маған Казбиф скидка жасамаса да, мен сіздерге по-любому соны ал деп айтушы едім. Мен үнемдеуге өзім бағанады. Базарға да барып көрдім. Басқа да фирмалардан не көп, фирма көп қой. Бәрінен барып көрдім. Бірақ Казбиф сияқты ешқандай фирма дайындаған жоқ. Так, кеттік. Дальше. Енді қалай дайындаймыз? Ең еттің жақсы шығуына оның прожаркасы тоже қатты влиять етеді. Прожарка деген оның қаншалықты дұрыс піскені. Қатты пісіп кетсек, ет қатты болып қалады. Сол үшін medium well деген прожаркаларды дайындаймыз. Прожаркалардың әртүрлі түстер бар. Medium rare деген сияқты. Іші піспей қалса тоже болмайды. Сондықтан кет. Так, біз газ плитаны қосамыз. Газ плитаны қосу үшін міне мен сумо деген алғам. Бисмилля дейміз. Мынаны аламыз. Мына жаққа саламыз. И мына бүйтіп басамызда болды. Все? Мына кішкене ровный поверхностьта тұру керек. Сосын стейк дайындаған кезде жел қатты болмау керек. Өткен жел болса, дұрыс емес, от сковородкаға дұрыс симей қалады. Әдер кішкене қисық екен. Так. Бірінші отты қыздырмай тұрып, біз қазір етті кішігірім тұздап, бұрыштап аламыз. Қазір бірінші очередь біз етті мариновать етеміз. Мариновать еткенде қалай ол? Ет замороженный түрде тұрған болса, кішкене ғана ерітіп аламыз. Прямо до конца ерітіп оны күтіп керек емес. Менде прям қатты тастай болып тұр. Мен қазір мариновка жасай берем. В принципе, андай қатты маңызды нәрсе емес та. Так, кеттік ал. Бисмилля. Аламыз. Аныш, ет қандай күшті, мраморды. Бисмилля.
Етіміз дайын. Етіміз ровный болғаны өте маңызды негізі. Қазір мына жерлер дұрыс піспей қалады да. Сосын мен кішкене былайша айтқанда ровный қылып істеп аламын былай. Қатты болып тұрған кезде ше. Ет ровный болса күшті болып піседі. Бекон қылып жарып етіп аласыз потом. Вообще күшті болады ше дәмі. Кішкене ровный болды, нормально. Әдемі. Етіміз бізде и таки ровный. В принципе, осылай. Так. Енді біз не істейміз? Біз аламыз. Оливковый масланы аламыз. Себеміз. Потом бұрышты аламыз. Бұрыш 4 перца. Ешқандай қиындығы жоқ. И сөйтіп тұзды аламыз. И бұны кішкене қолмен бай жағып тастаймыз. Жан жағына, барлық жағына, іш жағына, сырт жағына. Дәл осылай аударамыз. И обратно дәл солай. Дәл осылай. Енді маринад деп айтуға келе ма келмей ма, тұз, бұрыш, оливковый масло, басқа ештеңе керек емес. Артық нәрсе қосатын болсаңыздар, еттің өзінің дәмі кетіп қалады. Енді дәл осылай негізі бір 20-30 минут тұрған абзал. Бірақ мен күтпеймін, мен аламда істей беремін, уақыт жоқ өткен. Негізі желательно күткен жақсы. Кеттік ал. Енді қазір газды қосамыз. Пока тұра берсін осылай. Салфетка обязательно сухой. Сүрттейсіздер қолдарыңызда. Енді газды қалай қосамыз? Газды аламыз, ровный поверхностьқа қоямыз. Ешқандай жел болмау керек, өйткені от дұрыс тимей қалады сковородкаға. Алдық, мынаны қойдық газды, жаптық и тық қостық. Қосылды. Вот. Тема. Енді сковородканы қосамыз. Жүк. Боламыз да. Жүк еткізіп қоясаңыз болды. Егерде жел болып жатса, онда біз не істейміз? Лайфхак сіздерге. Жел болып жатса, өзінің коробкасы бар ғой бағана газдың. Осыны осылай жаба саласыздар, қараңыздар. Жел мына жақтан келіп жатса, былай жаба саласыздар. Түсінсіздер ме? Былай деген сияқты. Бізде жел жоқ, осылай тұра береді. Біз в общем сковородканы жақсылап қыздырып аламыз. Міне қатты қызып кетсе де болмайды. Міне қазір қыздырып аламыз. Қойған кезде пш ететіндей болу керек қой. И потом мен қазір үшеу дайындап жатыр едім ғой. Біреуін алдында, в общем, құрбандыққа кетірдім. Слайсы жасайын деп жатырмын. Бекон былайша айтқанда. Жұқа қылып кесіп жатырмын. Бұл алдында бір рет сөйтіп мынандай излишне кесіп жатыр едім. Мынаны бөлек дайындаған, вообще дәмі мощный болды. Сол үшін біреуін сондай қылып істеймін. Лайфхак сіздерге тоже істеп көрсеңіздер болады. Қасым слайс аты. Мынау екеуін қазір
стейк қылып дайындаймыз. Так, в принципе, мына уже қызып қалды, сәл-сәл буы шығып басады, қараңыздар. Ика бисмилля деп қоямыз. Кеттік ал. Қоямыз. Басамыз, көрсе дауыс шығып жатыр. Шыдық. Сковородкаға май жағып керек емес. Өзінің майы ағады. Міне. Күтеміз. Конкретно қанша уақыт күту керек деген сияқты нәрсе жоқ бұл жерде. Бұл жерде андай. Еттің өзіне байланысты, қаншалықты ол қалың емес, отқа байланысты, желге байланысты, просто әртүрлі факторлар. Бұл жерде мен где-то 4 рет айналдырып түсіремін, былайша айтқанда, каждый 1,5-2 минуттан примерно, 1 минуттан. И сөйтіп примерно уже сезем, дайын болған. И аламда дайындай берем. Қазір сіздерге көрсететін боламыз. Қазір слайсы дайындабайын. Қасым слайсы. Мощный, өзіме қатты нетші осы слайс. Осы жұқа қып дайындап алам. Мін. Қолда байлау керек. Бұл үшін өткір пышақ керек болады. Именно ба. Екіге бөліп алам. Қатты буы шығып кетсе, қызып баратса, онда сәл алып қойса болады бай. Сәл шетке алып қойса болады. Сосын қайтан қоямыз. Болмасам, несін газын түсіріп қоямыз. Қатты жанып кетіп жатса, енді қазір аударамыз, бисмилля. Мынаны қараңыздар. Қандай керемет. Міне. Басамыз үстінен обязательно. И дальше күтеміз ғой бай. Негізі бақыт үшін, бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Қымбат машина, қымбат үйлер. Мен сол нәрсені түсіндім да. Осындай қарапайым нәрселерден, таудан, жүруден ләззат алса болады. Енді қазір мынаны ары қарай 4-ші рет аударамыз. Бұлай аударам. Көрсе қызыл корочка шығып жатыр. Осы міне осындай болу керек қой, былайша айтқанда. Басып қоямыз. И бұны қазір уже 1-2 минуттың ішінде дайын болады. Жұмыртқадан тез дайын болады, почти былайша айтқанда. Етті көп ұстап керек емес негізінде. Бұл тез дайын болады. Бағана айттым ғой деп. Ферментацияда тұрған бұл еттер деп. Так, қазір аламыз да обратно аударамыз. 2 минут өткен шығар. Бұл 3-ші аударуым. Сосын біз қазір мына жан жақтарын тоже қыздыратын боламыз. Жан жақтарын мына жерден. Осын былай қыздыратын боламыз қазір. И мына жерде қарашынан слайсыды. Осы жайып тастадым да, үстіне оливка масса септім қазір, тағы да бұрыштап тастайын. Дерзкий болады қазір, көресің ба? Аямаймыз. Бұрыш, тұз. Бұрышты енді көп керек емес, бірақ тұзды аямасаңыздар болады. Тұз көп сеу берсеңіздер болады. Именно морской соль ше. Обычный соль сепсеңіздер, онда болмай қалады ол. Так, қазір біз енді жан-жақтарын, нәжерлерін, майларын қыздырамыз, осылайынан басып, үстінен басып тұрып, прям осылай ұстап тұрамыз. Бұл тоже өте маңызды. Екеуін де аламыз осылайынан. Екі жағынан. Былай бір қыздырамыз. Сосын мына бетінен бір қыздырамыз. И сонымен уже біздің стейкіміз уже дайын болып қалды негізі. Донер жегенше осындай мощный стейк жемейсіңдер ма? Арзан, көбісінен де стейк десе сразу бір андай қымбат байлар ғана жейді деп ойлайды ше. Кез келген адам жей алады. Бәрі донер жейді ғой, сол сияқты ғой. Так, примерно біздікі дайын уже. Енді аламыз да. Где-то бір 5-6, бір 10 минут қой максимум енді. 10 минутқа жетпейді енді.
Аны аламыз, мына жаққа қоямыз. Сәл күтеміз где-то бір 4-5 минутта күтеміз. Пока ол уақытта мен өзімнің слайстарымды саламын. Қараңыздар. Мынау потолок енді, мынау бөлек вообще. Обязательно дайындап көріңіздер. Мінекей. Бисмилла. Бұл вообще тез дайын болады. Халал бекон деп айтайын ба, қалай болады өзі? Пока мынау дайын болып отыр, мынаны кесе берейік жайлап. Мен бүйтем уақыт үнемдеу үшін. Деп қоям да бір-бірінің үстіне. Шырық деймін да. Өзімнің мощный фирменный пышағым бар. Ал бисмилла. И ары қарай Нусрет сияқты үстінен тұз себеміз. Негізі бұның үстінен бай. Тұз сеппесеңіздер дәмі онша емес болып қалады. Дайын болғаннан кейін обязательно тұз себу керек. Морской соль. Аямай. Прям аямай. Қараңыздар. Міне. Енді аламызда жанына кетчупты аламызда себеміз. Бисмилля. Ортасын açамыз. Шыдық. Болды, дайын. Біздің деликатес дайын. Контракші. Ойбай белім. Ең күшті прожарка мынау болған сияқты. Нормально. И бір маймен бір ет аламыз да. Бисмилля деп дейміз. Потолок. Мен саған берем, қара. Реакцияны көрейікші. Что там? Қолым күрлет сүрейін десем реакциясын. Қазір слайсы жейміз еще. Жалпы бар болған осы 15-20 минутта осылай мощный стейк дайындап жеуге болады. Видео пайдалы болса, обязательно лайк басып қолдап, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Егер де бургер қалай дайындау керек деген видео қызық болса, комментарияға жазыңыздар. Менің бургерім енді вообще потолок негізі. Иншалла соны да қалай дайындау керек екенін үйретемін. Егер ешқандай ресторан ашып, сатып дейсін деп жатқан жоқпын. Кез келген адамды істей алады, үйреніп алса болды. Давайте, ассалаумағалейкум, рахматуллахи.